Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы шығыс септік. Бүгінгі сабақта сөйлемнен шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөздерді таба аласың. Шығыс септік жалғауларын білесің. Олай болса, 62-ші жаттығуға назар аударамыз. Ертегіні тыңда. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп, бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек, маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін, деп ұртын бұртитты. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігіндей 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бірақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған: "Солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады", деді. Балалар, ертегідегі нақыл сөзді тауып, мағынасын талқылап көріңдер. Өкпелеген үлесінен құр қалады. Яғни, кез келген адам бар нәрсеге қанағат тұту керек, қанағатшыл болу керек, немесе өз үлесіңнен құр қаласың. Сендер көжектердің қуанғанын, ренжігенін ишара арқылы көрсетіңдер. Келесі тапсырма: жұмбақты оқып, шешуін тап. Аттан биік, қойдан аласа. Бұл ат әбзелі, яғни ер тұрман деп аталады. Ал енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Олардың қай септікте тұрғанын айт. Мұнда аттан сөзі, яғни неден деген сұраққа жауап береді. Түбірі ат. Тан ол шығыс септігінің жалғауы. Аттан неден деген сұраққа жауап береді. Келесі, қойдан аласа. Мұнда қойдан сөзі неден деген сұраққа жауап береді. Түбірі қой, дан шығыс септігінің жалғауы, яғни оған неден деген сұрақ қойылады. Демек, бұл сөздер шығыс септігінде тұр. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Келесі тапсырма: мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Бұл мәтінде шығыс септігінде тұрған сөздер қақтан және суаттан. Қақ сөзі жауын шашыннан соң тақыр жерге іркілген су. Яғни қақ сөзінің мағынасы осындай. Қақтан сөзінің түбірі қақ. Тан ол шығыс септігінің жалғауы. Суаттан түбірі суат. Тан бұл да шығыс септігінің жалғауы болып табылады. Яғни бұл сөздерге неден деген сұрақ қойылады. Яғни балалар, мәтіндегі қақтан, суаттан деген сөздер шығыс септігіндегі сөздер. Олар неден деген сұраққа жауап береді және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр, яғни толықтауыш болып тұр. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жалғауларға сай келетін суреттерді тап. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Мысалы, құстан, көбелектен. Әрі қарай жалғауларға сай келетін суреттерді өз бетінше тауып көр. Және бұл жалғаулардың әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Мысалы, құстан, құс сөзі жуан сөз. Сондықтан да оған тан деген жуан жалғау жалғанады. Көбелектен, көбелек сөзі ол жіңішке сөз. Сондықтан да оған тен деген жіңішке жалғау жалғанады. Әрі қарай өз бетінше тапсырманы орындап көр. Келесі тапсырма: берілген сөздердің шығыс септігінде тұрғанын дәлелде. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан. Яғни арайлымнан кімнен, өрістен неден, немесе қайдан.
Келесі теңізден, неден, кітаптан, неден деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса, осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрастырып көрейік. Медина арайлымнан кітап сатып алды. Яғни мұнда шығыс септігінде тұрған сөз ол арайлымнан. Түбірі арайлым. Нан ол шығыс септігінің жалғауы болып табылады. Келесі, яғни арайлымнан деген сөзге кімнен деген сұрақ қойылады. Келесі, мал өрістен келді. Мұнда шығыс септігінде тұрған сөз өрістен. Яғни өрістен сөзі ол тұрлаусыз мүше болып табылады, толықтауыш. Түбірі өріс, тен шығыс септігінің жалғауы. Яғни оған неден деген сұрақ қойылады. Балалар, шығармашылық үзіліс жасап ойын ойнап көрейік. Тауыққа өз балапанын табуға көмектес. Ол үшін шығыс септігінде тұрған сөздерді тап. Яғни мұнда тауық өз балапанын таппай тұр. Олай болса, сен осы тауыққа өз балапанын табуға көмектес. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.